Құрметті оқырман, бүгін нұрнама туралы айтып бермекпін. Нұрнама дегеніміз не? Яғни нұрнама не деген сөз? Және ол қалай пайда болды? Бисмиллахи-рахмани-рахим. Әуелі Алла Тағала Хазіреті саллаллаху алейхи вассаламның нұрын жаратқан екен. 18 мың әлем жаратқан адамнан бұрын пайғамбарымыздың нұрын жаратыпты. Басын шәждеге қойған екен. Рәбіл Изаттан ләрмен жетіп айтқан екен: ей менің нұрым, ей менің хабибім, ей менің баргузидім, ей менің пендем, сенің дос мейір махаббатыңнан 7 дария жараттым. Әуелі ғылым дариясы, екінші мүлейім құлықтың дариясы, үшінші ақыл дариясы, төртінші хикмет дариясы, бесінші фақр дариясы, ал алтыншы мағрибат дариясы, жетінші мағфират дариясы. Хазіреті алейхиссаламның нұры әр дариядан 10 мың жылдан тұрды. 70 мың жыл уақыт өткен соң Алладан пәрмен келеді: ей менің нұрым, ей менің хабибім, ей менің баргузидім, ей менің пандай хасым, ей менің достым, дариялардан шық деген екен. Хазіреті нұры дариялардан шығады және Алла Тағала бүкіл әлем пәруардігерге өз перменімен айтады: ей менің нұрым, ей менің хабибім, ей менің достым, мүбәрек нұр бейнеңмен сілкін деп айтады. Нұрынан Хазіреті сілкініп еді, 124 мың тамшы су мүбәрек ағзаларынан тамады екен. Жәми бүкіл пайғамбарлар сонда пайда болды. 300 мың қаттыра су мүбәрек басынан тамды. 313 пайғамбарлар мұрсәл содан пайда болған екен. 2 қатыра су мүбәрек оң көзінен тамады, тағдыр жазуынан пайда қылды. 2 қатыра су мүбәрек сол көзінен тамды. Әуелгі тамшыдан аршыны пайда қылды, бір тамшыдан күрсіні пайда қылды. Және 2 қатыра су мүбәрек оң құлағынан тамды. Жәбірел, Микаил періштелер пайда болды және 2 тамшы сол құлағынан тамды. Исрафил, Әзірейіл періштелер пайда болды және 8 қатыра су мұрнынан ақты. 8 пейіш пайда болды және 7 қатыра су қаһарларынан тамды. 7 дозақ пайда болды. 2 қатыра су мүбәрек жүзінен тамды, одан ай мен күнді жаратқан екен. 5 қатыра су мүбәрек қолдарынан ақты. Әуелі Судратул Мунадхананы, екінші Туба ағашын жаратқан екен. 3-ші Хауыз Каусарды, 4-ші Байтул Мұқадасты, 5-ші Адам атаның асат аяғын жаратқан екен. Асат аяқ адам Шис Нүбәйуллаға, одан Мұса пайғамбарға қалды. Одан барлық машайықтарға қалады екен. Және 5 қатыра су мүбәрек сол қолдарынан ақты. Әуел бат, сар-сар күшті суық жел пайда болды. 3-ші Ради барқ пайда болды. 4-ші Сүлеймен пайғамбардың жүзігі пайда болған. 5-ші Сура Исрафил пайда болды және 2 қатыра су мүбәрек аузынан тамған. Одан күндіз бен түнді жаратты және Хазірет Хақ Субхана Тағаладан аян келді. Айтады: ей менің нұрым, ей менің хабибім, ей менің баргузидім, ей менің пендем, сенің достық махаббатынан 4 нәрсе жараттым дейді. Менің құдайлығымды сенің пайғамбарлығыңда әуелі ақырына соңына мәшкүр қылайын, пайымына жетті ме деді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз айтады: Ахадо, Самадо, Пакко, Пәруардігір де сен білесің дейді. Құдай Тағаладан аян келеді: я Мұхаммед, мен саған баяндайын. Әуелі от, екінші жел, үшінші су, төртінші топырақ. Пайғамбар нұры Алланың пәрменімен желге барып сәлем берген екен. Жел Алланың құдіретімен тілге келіп, уағалейкум сәлем деді. Хазіретті нұр айтты: я жел, сен кімсің деп сұрақ қойды. Сонда жел: мен пенде рухпын. Хазірет нұры: пенде рухпын. Нұр айтты: сен дүниеде не іс жасайсың деп сұрайды. Жел: нені қаласам, соны жасаймын деген. Хазірет таң қалып: айыбыңды білесің бе деп айтты. Жел айтты: менің не айыбым бар? Хазірет нұр айтады: сен барлық адамды көресің, ал сен ешкім көрмейді деген. Жел сұрады: сонда айыпсыз сен бе? Хазірет нұр: ей жел, астапыралла,
астапыралла деп айт. Пенденің айыбы көп, айыпсыз тек Алла ғана деген. Осыдан кейін жел ашхаду анна ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммеден абдуху ва расулаллах деп исламға машраф болған екен. Одан кейін Хазірет Нұры суға келген екен. Сәлем берген. Суда Алланың пәрменімен тілге келіп, алейхиссалям деп жауап айтады. Сонда Хазірет Нұр айтады: ей су, сен кімсің деп сұрайды. Су айтады: Құдайдың пендесімін, дүниеде не іс жасайсың деді. Су айтады: қандай мақсатың болса, соны жасаймын деген екен. Хазірет Нұрға: астапыралла, астапыралла деп айт. Менде өз мұратынша іс жасай алмайды. Және айтты: ей су, сен өзіңе қара, қандай айыбың бар деп сұрайды. Су айтты: менің не айыбым бар? Хазірет Нұр айтады: бар нәрсе пак етерсің, бірақ өзің лас боларсың деген. Су айтты: сонда айыпсыз сен бе? Хазірет Нұры: астапыралла де, пенденің барлығы күнәһар, басынан аяғына дейін айыбы көп, айыпсыз тек Алла ғана деген екен. Сонда су: ашхаду анна ла илаха илля ашхаду анна Мұхаммед абдуху ва расулаллах деп исламға мойынсұнған екен. Одан кейін Мұхаммед Нұры отқа келген, сәлем берген. От Алланың пәрменімен ал тілінде сәлемін алды. Хазірет Нұр айтты: ей от, сенің дүниеде не жасайсың деп сұрайды. От айтады: қандай істі мақсат етсем, соны жасаймын деген. Хазірет Нұр айтады: пенде өз мұратынша іс қыла алмас, бар нәрсе Алладан келеді деген. Айыбыңды білесің бе от деп сұрайды. менің не айыбым бар? Хазірет Нұр айтады: астапыралла де, менде де айып көп, айыпсыз тек Алла ғана деген. От та калима шахадат айтып дінге кіреді. Одан кейін топыраққа, яғни жерге келеді. Оған сәлем береді. Топыраққа хал тілінде уағалейкум сәлем деп тілге келеді. Сонда Хазірет Нұр айтады: сен дүниеде не қыларсың деп сұрайды топырақтан. Топырақ айтады: Алла не бұйырса соны жасаймын деген. Хазірет Нұры дереу топырақты құшады және айтады: әуелі ақыры сені ықтияр етемін. Неге десең, сенен текаппарлық көрмедім. Хазірет адамды жерде жаратса керек және соған жібереді. Құдай тағала хабар береді. Аллаху тағала деп. Әрбір адам осы 4 нәрседен от, су, жел, топырақ алыс болмас. Біреуінің болмысы от, біреудікі су, жел, топырақ